Достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Қазақ тілі каналының дамуына өз үлестеріңізді қосып, тіркеліп кетіңіздер. Әрбір әйел жас және тартымды болуды қалайды. Өкінішке орай қартаю процесі қайтымсыз болып табылады. Коллаген бұл процеске қалай әсер етеді? Коллагеннің пайдасы қандай? Жалпы коллаген дегеніміз не? Деген сұрақтарыңызға жауап беріп кеткім келеді. Бұл біздің денеміздегі ең көп ақуыз. Ол теріміздің құрылымын қамтамасыз ету, қанның ұюына көмектесу сияқты маңызды рөлдерге ие. Ол сондай-ақ сусабын, дене лосьоны, тағамдық қоспалар сияқты өнімдерде компонент ретінде қолданылады. Коллаген сүйектердің, терінің, бұлшықеттердің, сіңірлердің және буындардың негізгі құрылыс блоктарының бірі. Ол сондай-ақ дененің көптеген бөліктерінде, соның ішінде тістерде кездеседі. Алдымен коллагенді жоятын тағамдарға тоқталып кетейін. Бірінші, қант және тазартылған көмірсуларды көп мөлшерде тұтыну. Қант ағзадағы коллаген түзілуіне кедергі келтіреді және өзін-өзі қалыпқа келтіру қабілетіне әсер етеді. Осы себепті оның өндірісі үзілмеуі үшін қант қосылған өнімдерді барынша азайту керек. Екінші, тым көп күн сәулесі. Ультракүлгін сәуле ағзаның коллаген өндіруін төмендетеді. Сондықтан да шамадан тыс күн сәулесінде жүрмеңіз. Үшінші, темекі шегу. Темекі шегу де ағзадағы коллаген өндірісін төмендетеді. Бұл жараның жазылуын нашарлатып, әжімдердің пайда болуына әкелуі мүмкін. Төртінші, депрессия, стресс. Стресстің ағзаға қаншалықты зиян екенін білеміз. Және де стресс асқазан өт жолдары жұмыстарын да бұзады. Енді ағзадағы коллаген өндірісін арттыратын тағамдарға тоқтала кетсем. Коллагеннің қайнар көзі ол сүйек сорпасы. Соның ішінде тауық сорпасы да кіреді. Коллагенге бай сүйек сорпасы шаш пен тырнақты нығайтады, теріні тазартады және әжімнен қорғайды. Сонымен ауқаттың сорпасы иммунитетті күшейтеді. Бұған қоса алғанда қыс айларында денсаулыққа орасан зор пайдалары бар. Бұған қоса алғанда коллагеннен алынған желатин ұйқыны реттеуге және көңіл-күйді көтеруге септігін тигізеді. Коллаген жақсы бөлінуі үшін етті қанша уақыт қайнатқан абзал? Ет пен сүйекті бірге пісіргенде оны қысқа мерзімде жүйелі түрде жеуге болады. Бірақ коллаген жақсы бөлінуі үшін сүйекпен бірге ұзақ уақыт қайнату қажет. Сүйекті ет 6 мен 8 сағат арасында суда қайнағанда еттен де сүйектен де бөлінетін витаминдер толықтай суға сіңеді және ет пен сүйек бір-бірінен оңай ажырап жеуге де ыңғайлы болады. Осы сүйек сорпасы коллагеннің қайнар көзі. Коллаген витамині теріні серпімді етуге, яғни әжімнен сақтайды және сүйектерді сау ұстауға көмектеседі. Қартайған сайын ағзамыз аз коллаген өндіре бастайды. Америкалық кардиохирург Стивен Гундридің айтуынша, тікелей коллаген витамин ішкен өте баяу сіңіріледі. Сол себептен табиғи жолмен бөлінген коллаген ағзаға өте сіңімді. Қазақ халқының ұрпақтан ұрпаққа ұласып келе жатқан ырымдары мен тыйымдары өзіндік мән мағынасы терең салт дәстүрлері бар. Бүгінге дейін желісі үзілмеген ырымдардың бірі де осы қалжа екенін білеміз. Қалжа келінге арнап байланған қой. Баланы дүниеге әкелген ананың өмірінде оның мәні зор. Босанған әйелге арнайы сойылған қойдың еті біткенше келінді жеке қалжалаған. Енелер келініне қойдың етін ұсақтап турап, жас сорпамен терлеткен. Жақсы қалжалаған келіннің сүйектері қақсамай, тістері түспей, буындары жақсы болып кеткен. Ет етке, сорпа бетке деп данышпан халқымыз ежелден айтып кеткен мақалдың мағынасы бекер емес екен. Адамның қаншалықты саулықты немесе науқас екенін жүзіне қарап аңғарған дана халқым өскелең ұрпағына қалдырған мақалының астарында салауатты өмір салтын ұстануды білдірген негіз бар.